бір кездері атынан ат үркіп дүрілдеген қазақ хандығы Қасым хан дүниеден өткеннен кейін астан-кестеңі шықты. Момыш хан мен Тахир тұсында батыста ноғайлардан оңбай жеңіліп, Жайық пен Жемге дейінгі аумақтан айырылып қалды. Моғол әскерлері Жетісуды тонаумен айналысты. Шайбани құрған Бұхар хандығы оңтүстік қалаларды бірінен соң бірін басып алып, Ташкент, Сайрам, Түркістан мен Созақ секілді үлкен қамалдарға өз әкімдерін билікке әкелді. Шығыста ойраттар Бұқтырма мен Ертістен өтіп, қазақ ауылдарына шапқыншылық жасаумен болды. Солтүстікте Ноғай мырзаларына тиесілі Сібір хандығы күш алып, Есіл бойына дейін ішкерлі еніп кетті. Bir сөзбен айтқанда, Қасым хан кезінде бүкіл Дешті Қыпшаққа әмірін жүргізіп, саны миллионнан асып кеткен жұрттың құр сүлдері қалды. Ол аз десеңіз, енді ұлтарақтай хандық үшке бөлініп кетті. Батыста Қасым ханның кенже баласы саналатын Қара шаңырақ иесі, мінезі қайсар Қожа Ахмет хан. Орталық пен сырдың солтүстігінде Тоғым хан. Шығыста Жетісу жерінде Бұйдаш хан билік етті. Сонымен соғыс басталды. Ноғай шайқасы деген атаумен қалған шайқас Тоғымның күшін әлдеқайда әлсіретіп кетті. Оның сүйенер тірегі Қожа Ахмет, яғни Қара шаңырақ иесі Қасым ханның ұлы әлдеқашан өмірден өткен. Ал ноғайлар болса, күннен күнге күшейіп, Тоғымның шекарасын шығысқа қарай ығыстыра берді. Ноғай шайқасы деген аздай, енді оны екі мемлекетпен соғыс күтіп тұрған еді. Ноғайлар бастаған қырғынды өзбектер іліп әкетті. Обайдолла өз әскерін Бадам өзенінің жоғарғы бөлігіне сапқа тұрғыза бастады. Мұқият дайындықтан өткен өзбек сарбаздары жорық шатырларын құрып, Моғолия әскерін күтті. Осы кезде қырғыздар арасына өз адамдарын жіберіп, соғысқа дайындала беруге тапсырма берген Тоғым ханның әскері де Жетісуге келіп жетті. Бадам өзені бойында әскери жаттығу өткізіп жатқан өзбектер қосынына Әбіт ар-Рашидтен жаушы келді. Моғолия ханы Обайдоллаға Сайрам бойына қарай аттансын, ал екі әскер Ыстықкөл маңайында түйісетін соғыс тактикасын ұсынды. Хан мұны құп көріп, жолдағы қазақ ауылдарын талқандай отырып, екі жақтың әскері Ұзынқұлақ өзенінің маңында кездесті. Кеш қарая келіп, жеткен одақтастар жан-жаққа шолғыншылар жібере бастады. Бұл уақытта қазақ-қырғыз жасақтары кең ойпанға бекіне отырып, жау әскерінен жасырына тұруды ойластырып жатты. Алайда одақтастардың шолғыншылары қазақ ханына мұндай мүмкіндік бермеді. Әбді ар-Рашидтің соғыс шатырына қазақтардың қай жерге бекінгендігі туралы құпия хабар жетеді. Мұнан әрі шегіну мүмкін емес еді. Егер шегінер болса, қуғындаған жау Жетісуды ғана емес, Ұлытаудың да ойранын шығарары анық. Тоғым хан мен қырғыздар бастарын бәйгеге тіге отыра, таң сәріде екі жақ майдан даласында сап түзеп тұрды. Соғысты желпінген Әбдір ар-Рашидтің жасақтары бастады. Ашуға булыққан моғолдық әмірші ыза мен кектің есесін бүгін қайырмақ. Алғашында қазақ-қырғыз әскерінің қорғана жүріп ұрыс салу тактикасы жау қатарын селдіретіп тастағандай еді. Алайда Обайдолланың самсаған әскері моғолдарға көмекке ұмтылуы жағдайды өзгертіп жіберді. Саны екі есе аз қазақ-қырғыз түгелдей қырғын табуға айналды. Майдан даласынан сытылып шығу мүмкіндігі бола тұра, Тоғым хан мұнан бас тартты. Осы бір соғыста Тоғым хан бастаған 37 сұлтан, ханның 9 сарысы атанған 9 бірдей жас ханзада шейіт кетті. Қырғыз-қазақ әскері түгел қырылды. Бұл қазақтар үшін нағыз катастрофа болады. Бар болғаны бір шайқаста 37 сұлтан қырылып қалды. Хан мен оның 9 ұлының майдан даласында сүйектері шашылып жатты. Қазақтың сайын даласын өзбек моғол әскері шарлап кетті. Әр қыстақ пен ауыл тоналды. Батыс аймақ түгелдей
ноғайлар билігіне өтіп кетті. Бірақ мың өліп мың тірілген қазақ бұл жолы қайта аяққа тұрды. Себебі билік басына күллі қазақ сарыла күткен Хақназар хан көтерілген еді.